Жалғастырамыз. Арыс қаласындағы 17-ші секторда Ақмола облысы мен Қазығұрт ауданға тиесілі құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. 100-ге жуық қазығұртты қазамат 11 көшеде сенбілік ұйымдастырды. Аудан әкімі Төлеген Телғараев Сәкен Сейфуллин мектебінде көп балалы аналарға оқу құралдары мен киім-кешек сыйға тартты. Арыс қаласындағы құрылыс жұмыстары мәресіне жетіп келеді. Ақмола облысының азаматтарымен бірге 17-ші секторда қажырлы еңбек етіп жүрген қазығұрттықтар лайықты көмек көрсетуде. Арыс қаласында өткізілген сенбілікте 17-ші сектор аумағында қоқыстан тазалады. Ақмолалықтар мен қазығұрттықтарға Арыс тұрғындарының алғыстан басқа айтары жоқ. Осы 17 секторға бөлінген үйлердің барлығын толық жөндеуден өткізілді қазіргі таңда. Оған басшылық жасап отырған мынау өзіміздің Қазығұрт ауданының әкімшілігі. О кісілерге басшылық жасап барлығын уақытында қадағалап тұрды. Оның үстіне бүгінгі күні мынау мектебіміздегі 3 отбасы тұрмысы төмен көп балалы отбасыларымызға ішінде жаңағыдегі 16 оқушымызға мектеп формалары мен оқу құралдары менен және ақшалайда көмек көрсетті. Арыс қаласына барған аудан әкімі Төлеген Телғараев ондағы атқарылып жатқан шаруаларды көрді. Сектордағы Қазығұрт ауданының азаматтары жүргізіп жатқан құрылыс нысандарында болып, жұмыс барысымен танысты. Арыстық тұрғындармен кездесіп, олардың хал жағдайларын сұрады. Қазығұрт ауданының әкімшілігіне зам әкім Серік Нұрмановқа алғысым шексіз. Өйткені осы зардап шеккен үйлердің бәріне жөндеу, қайтып қалпына келтіру жұмыстарын осы ел ағаларының арқасында қайтып қалпына келді. Одан жаңағы ақшалай, продуктімен, қаржылай көмектерін берді. Сонымен қатар аудан басшысы Төлеген Телғараев 16 аз қамтамасыз етілген отбасы балаларына мектеп құралдары мен мектеп формасы және қаржылай сый жасады. Арыс қаласының ауданы Байдниязова, Сапарбек Қалботаев, Ербол Махашев, Тран Ньюс.